Қайырлы күн балалар. Бүгін бөлім бойынша алған біліміңді тексеретін сабақ өтеміз. Сен БЖБ мен ТЖБ-ға дайындаласың. Бірінші жаттығуда көп нүктенің орнына зат есімнің алдындағы сын есімді қойып жаз деп тұр. Таза ауа деген сөз тіркесінде зат есімнің алдындағы сын есім таза. Демек біз таза ауа деген сөз тіркесіндегі сөздердің орнын ауыстырамыз. Ауа таза деген тіркес пайда болды. Келесі ақ мақта. Сын есім ақ. Мақта деген сөзден кейін сын есімді жазсақ, мақта ақ деген тіркес шығады. Жазық дала, дала жазық. Жақсы бала, бала жақсы. Енді қай бағандағы сөздер сөйлем, яғни сөз тіркесі болады. Қай бағандағы сөздер сөз тіркесі бола алмайтынын дәлелде деп тұр. Таза ауа, ақ мақта, жазық дала және жақсы бала деген тіркестер сөз тіркесі бола алады. Бұл дұрыс қолданылған тіркес болып саналады. Ал ауа таза, мақта ақ, дала жазық, бала жақсы десек, ол дұрыс сөз тіркесі болмайды. Қазақ тілінде сын есім мен зат есімнің орнын ауыстырып айтса, онда біз кішкене сөз тіркестерін шатастырған болып саналамыз. Келесі кестенің көмегімен өзің пайдаланып жүрген бір құралды сипатта деп тұр. Өзің ол үшін оның ерекше белгілерін көрсет. Мысалы, заттың атауы қарындаш болсын. Қарындаштың түсі әртүрлі. Пішіні түзу болады, көлемі ұзындау болады. Ал сөмке, сен қолданып жүрген сөмке. Мысалы, түсі қызыл, көк, сары, жасыл, пішіні сопақтау немесе төртбұрыш, көлемі орташа болады. Бас киім, сен қолданып жүрген ақ, қызыл, жасыл, көк, қара, пішіні домалақ, сопақ, көлемі орташа. Кез келген сөзді алып, сен өзің қолданып жүрген бір затыңды алып, осылай оның ерекше белгілерін көрсетіп, жазып немесе айтып берсең болады. Келесі тапсырма жаңылтпашты жатқа жазу. 40 құлып, 40 құрық. Құлыпта 40, құрықта 40. Сан есіммен зат есімнің байланысын көрсет деп тұр. Жаңылтпашта 40 құлып. Бұл сөз тіркесінде 40 сан есім, құлып зат есім. Құлып деген сөз ол біз есікті немесе қоршауды кілттеп қоятын зат. Құлып деген. Осы құлыптың санын айтып тұр. Келесі сан есім мен зат есімнің байланысы 40 құрық. Бұл 40 деген сан есім, құрық деген зат есім. Ал құрық деген жылқышының жылқыны ұстайтын, яғни құрықтайтын заты. Мына қолындағы ағаш басында жібі бар. Осы құрықпен жүгіріп бара жатқан жылқыны құрықтап, ұстап алады. Осы құрықтың саны 40 деп тұр. Келесі сөздерді сөз таптарына топтап жаз. Сен сөз таптарына зат есім, етістік, сын есім, сан есім жататынын білдің. Олардың сұрақтарын, әрқайсысының атқаратын қызметін білдің. Сол сұрақтарды қойып отырып, мына сөздерді топтастырасың. Әрі қарай сол сөз таптарының өзара ерекшеліктері мен ұқсастықтарын салыстырасың. Мысалы, мен зат есімге өнер, сын есімге көркем, етістікке сомдайды, сан есімге жеті деген сөздерді алдым. Әр қайсысының, мысалы, зат есім заттың атын білдіреді, сұрағы кім, не. Сын есім заттың сынын білдіреді, сұрағы қандай, қай. Етістік заттың қимылын білдіреді, не істейді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Сан есім заттың санын және ретін білдіреді, сұрағы неше, нешінші. Мен мына жерде әрбір сөзге жауап беретін сұрақтарды ғана алдым. Енді осы сөз таптарының ұқсастықтары барлығы сөз таптарының барлығы белгілі бір затқа қатысты айтылатын сөздер. Ал өзгешеліктері бірі атын білдірсе, жаңа сөздің заттың атын білдіріп тұрса, екіншісі сапасын білдіреді, үшіншісі қимылын, төртіншісі санын, ретін білдіреді. Сен осы сабақта
бөлім бойынша алған біліміңді қайталадың. Ал саған сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Маған сұрақтарың мен ұсыныстарың болса, мына нөмірге хабарлассаң болады.